Так, осылай изумруд пен алмаздың бәрін қойып қояйын. Кеттік, ал далаға бар жұмыс істеп қайтайын. Мен камерамды осылайын. Бәріңіз сәлем достар, сіздермен бүгін мен Флексия, қалайсыңдар достар? Менің жаңа видеома қош келдіңдер. Так, қазір мен енді огородын тазалап алайын. Ей, полиция? Чего так? Ей, мына ішке. Так, не болған, ей? Адам өліп қалған ба, не істеген? Так, ассалаумағалейкум, полиция қызметкерлері, мына жерде не болған? Короче, түнде бармыз ба, бұл жерде бір маньяк келіп бір адамды өлтіріп кеткен. 18 жерде пышақтап тастаған еді, сондай жағдай болып тұр еді. Біз сол адамды әлі іздеп жатырмыз. Қой, Так, достар, ойлаңдаршы. Полиция айтады, яғни бұл жерде түнде дейтін бір маньяк келіп, біздің ауылдағы ма или басқа адам ба, танымаймын дұрыс. Короче, осыны 18 жерден пышақтап кеткен дейді. Мен заман дейтін не болып баратыр достар, ё-майо. Так, қайтып огородымыздың бәрін жасап тастайық. Мынау именно достар, еще біздің ауылға келіп өлтіріп тастаған ғой мына адамды. Вообще достар, осындай адамдар дейтін что-то достар көп болып баратыр. Өлтіріп жатқан емес, несі бар ода вообще? Или бірдемесін ұрлаған ба екен ол адам? Так, қазір енді мен тез огородымды алып тастайын. Достар, жаман біртүрлі болып кетеді екенсің енді осындайды естігеннен кейін. Так, все, кішкентай қалды енді соңғы қатар. Так, ана жителерден сұрап көрейік. Олар да негізі білетін шығар, сұрамай ақ қояйыншы, тазаш. Не істеймін, осыдан сұрап уақыт құртып дейсің ғой. Қазір достар, мен үйіме бүкіл затты апарып тастап, қазір все, дым болған жоқ. Үйге бүкіл затты апарып тастап, мына жерде не болып жатқанын бәрін анықтайтын болам. Так, қолыма мелші анау-мынау алып алайын мен қазір. Тағы осындай. Тағы броняларымды киіп алайын үстіме. Тамақ, енді достар, бүкіл керек заттың бәрін алып алатын боламыз. Все, есігімді жауып кетейін. Әйтпесе тағы менің үйіме маньяк кіріп кетіп жүрер. Так, сонда бұл пример түнгі нешелерде болған? Бұл түнгі 4-те болған дейді, яғни осы жердегі жителердің сұрауы бойынша осы кезде бір мына адам, короче, қашып келе жатқан жерінен пышақтап тастаған ба, сондай, короче. Ё-майо, так, мынау примерно, ойбай, таса, полициялардың машинасы ау деймін, ана жерге так не қойып тастаған. Яғни адам өтуге болмайды, анау-мынау деген қойып тастапты дейсің ғой. Так, жителдер, чего так, мынау машинаның бензині ма, не аққан аштен? Так, бірақ достар, машинаның бензині мұндай қызыл болмайтын еді ғой. Так, мынау не тағы да? Так, мыналар достар маған қарап тұрған жоқ, әлі. Так, чего, мына жақта қан ғой достар. Так, дұрыстап ұстап көрейін. Мынау дейтін шын қан ғой. Так, достар, мынау сонда жаңа адамның қаны ма, неден қанған мынау вообще? Так, тағы қандар. Так, мынау бір жаққа апарады. Так, ағаш. Так, ағаштың несі достар? Так, мынау нәшті келіп тоқтайды. Так, достар, так, мына жерден бірдеме ашылып жатыр ғой. Так, дей бердім ғой. Жо, ашық қойық, қазір тағы бірдеме болып жүрсе. Мынау не тағы да достар? Мына жақта, яғни достар, бір маньяк па біреу қолына пышақ ұстап тұр. Мына жақта достар біздің ауылдың жителіне, яғни сойып жатыр ма, операция істеп жатыр ма, не істеп жатыр? Ей, жедел, тыныштап түсіндің ба? Әніңді шығарушы болма, мен сені қазір дейін басың мен аяғыңды екі жаққа бөліп тастайтын боламын. Так, достар. Ё-майо. Так. Сонда достар, осы маньяк болып тұр ғой, қазір достар, мен полициялардың бәріне айтып келетін болам. Қазір достар, тез айтатын боламыз полициялардың бәріне. Полиция қызметкерлері, мен, короче, маньякты тапқан сияқтымын. Короче, ана талдың түбіне қалай келе беріңдер, мен сендерді сол жақта күтем. Достар, біздің ауылда қандай маньяк ол жүрген? Уже келіп қойдыңыздар ма? Так, короче, қазір мен ана маньякты, короче, бірдеме алып шығатын болам. Так, достар, сендер мені көріп жүрген шығарсыңдар. Мен енді жақсы төгілесем деген ойдамын. Сондықтан да ойта достар, түсетін боламыз. Маньяк? Ойбай, нәшке кактус бәрін қойып тастапты. Так, тыныш тұр, сен вообще мына жақтан не істеп жүрсің? Мына адамдарды неге өлтіріп жүрсің сен? Бұлар дейді, түнде не үшін жаман шулайды, менің нервыма тиеді. Сен де қазір осылардың арасына қосып қоятын болам. Сен ба, қазір кел ал. Төбелескің келіп тұр ма? Давай, кім? Қатты төбелескен адам сияқты отырады ғой. Так, достар, мен ана орудие бар емес пе, қолымдағы
пышақпен короче бір ұрында бірден достар бірден жоғарыға шығарып тастаған болатын. Яғни полициялардың қасына қойып қойдым. Так достар, қазір сендерге мына жаққа обзор істейтін боламын деймін. Так мынау жаңағы Гренни ма кім мынау, соның жататын жері болса. Так мына жақта дағы соның пышақтар дейді, тамақтар істеу достар. Бұның бәрін қазір полицияға беретін боламыз. Так мына жерге достар кілең қорғаныш суреттер қояды екен, иә. Мына жерге бір адамның скелеті, яғни мынау достар біздің ауылдағы жетел, бірақ уже ол қайтыс болып кеткен ау деймін. Мына жерде так укол қойыпты мынау, яғни адамды жүрегін соқтыратын, тоқ жүргізетін. Так мына жақта так гроб, яғни достар адам өлген кезде қойдырады. Мә достар, жұрнан до конца көміп тастау керек достар. До конца көміп тастау керек. Так мына жақта осындай свечалар. Екі адамның басы ғой. Мә достар былай болмайды. Ана достар, аналар короче бірдеме қылу керек мына адамды, мына маньякты түрмегінде достар. Өмір бақи достар соттату керек па, бірдеме қылу керек. Ой, далада жаңбыр жауып кетті ғой достар. Так міне короче полиция қызметкерлері мынаның үйінен табылған заттар. Ой, тамағын алай. Ал достар, енді бізде осындай керемет видео шыққан болатын. Достар, сендермен болған мен Флекси. Ал енді давайте